Керамика қазіргі заманғы стоматологияда кең қолданылатын материал. Оның басты артықшылығы табиғи тіске өте ұқсас болып көрінуі. Егер сізге әдемі ұзаққа шыдайтын сапалы тіс керек болса, керамика қолданылған дұрыс. Негізгі пайдасын айтайын. Табиғи көрініс, керамика түсі мен жарқырауы жағынан нағыз тіс секілді көрінеді. Адам күлімдегенде немесе сөйлегенде ешкім жасанды тіс екенін байқамайды. Уақыт өте келе керамика сарғаймайды, кофе, шай немесе басқа тағамдарға боямайды. Әрдайым таза әрі әдем болып тұрады. Керамиканың беті өте тегіс, сондықтан оған микробтар жабысып қалмайды. Бұл қызыл иек аурулары мен жағымсыз иістің алдын алады. Ағзаға қауіпсіз. Керамика биосәйкес материал, ол аллергия туғызбайды және ағза оны бөтен зат ретінде қабылдамайды. Ұзақ уақытқа жарайды. Дұрыс күтім жасалса, керамика 10 жылдан астам уақытқа дейін мықты сақталады. Бұл ұзақ мерзімді инвестиция. Егер сізге эстетика, сапа және ұзақ мерзімділік маңызды болса, керамикалық тіс қаптамасы коронка винер сізге өте тиімді шешім болады. Сіздерге ұнаған болса, лайк басып бірге кетеміз. Тістің кариесі, бұл тіс тіндерінің эмаль дентин кейде пульпаға дейін әкеледі. Біртіндеп бұзылуы, оны тіс шіріуі деп атайды. Кариес себептері: тәтті және көмірсуы көп тағамдарды жиі тұтыну, ауызда қышқыл пайда болып эмальді бүлдіреді. Ауыз қуысының нашар гигиенасы, тіс арасында қалған тағам қалдықтары бактериялардың көбеюіне әкеледі. Үшінші, тіс эмалінің әлсіздігі, бұл тұқымқуалаушылық пен немесе кальций мен фтордың жетіспеуімен байланысты болуы мүмкін. Төртінші, ауыз қуысының қышқылығы. Сілекейдің сапасы мен мөлшері де әсер етеді. Кариестің түрлері: бастапқы дақ сатысы, ақ дақтар пайда болады. Бұл кезде емдеу оңай. Беткей кариес, эмаль бұзыла бастайды. Орташа кариес, дентинге дейін жетеді, жиі ауырсынумен жүреді. Терең кариес, пульпаға жақын орналасады, асқынып пульпитке әкелуі мүмкін. Алдын алу шаралары: күнделікті 2 рет тіс тазалау, таңертең және кешке 2 минут. Тіс жіптерін және ауыз шаю сұйықтарын қолдану. Қант мөлшері аз, теңгерімді тағам ішу. Жылына кем дегенде 2 рет тіс дәрігеріне көріну. Фторлы тіс пастасын пайдалану.